Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын ауызша жылдам есептеу дағдыларымызды дамыту мақсатында мынадай тапсырмаларды орындап көрелік. Олай болса, бәрімізге сәттілік. 10-ның квадраты жақсы, 100-ге тең. 5-тің куб дәрежесі 125, тамаша. 30/4 қосу 6/4. Өрнегінің мәні бізде 9-ға тең. Жақсы. 6-ның квадраты 36. 56 мен 49 сандарының қосындысын 7-ге бөлгенде шығатын өрнектің мәні 15. Тамаша. 19 көбейту 7 плюс 19 көбейту 3 тең. Тамаша 190. Енді осы табылған мәндерге сәйкес әріптерді орналастыратын болсақ, біз қандай сөз алады екенбіз? Бөлгіш сөзін алады екенбіз. Енді келесі тапсырмаға көшелік. 18 санын 25 және 4 сандарына көбейтіндісі бізге 1800 санын береді. Жақсы. 3160 қосамыз 4 көбейту 0. Өрнегінің мәні 3160. 6-ның квадратын көбейтеміз 50 санына тең 1800. Тамаша. 4-тің квадратын бөлеміз 2-ның 3 дәрежесіне. Жауабы 2. Келесі 4200 бөлу 2 тең 140 теңдеуінің түбірі бізде 30 саны. 82-ден аламыз 3-тің 4 дәрежесін тең 1-ге тең екен. Жақсы, тамаша. Тағы да табылған мәндерге сәйкес әріптерді орналастыратын болсақ, біз еселік сөзін алады екенбіз. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ең үлкен ортақ бөлгіш және ең кіші ортақ еселік табуға арналған мәтіндік есептер. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары: мәтінді есептерді шығаруда ең үлкен ортақ бөлгіш және ең кіші ортақ еселікті қолдану. Сабағымыздың мақсаты: мәтінді есептер шығаруда ең үлкен ортақ бөлгіш және ең кіші ортақ еселік қолдану дағдыларымызды дамыту. Қайталау білім анасы демекші, өтілген тақырыптар бойынша білімімізді пысықтап өтелік. Ең үлкен ортақ бөлгіш және ең кіші ортақ еселік дегеніміз не және олар қалай табылады? Берілген натурал сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші деп, сол сандардың әр қайсысы бөлінетін ең үлкен натурал санды айтады. Қысқаша ЕІОБ деп жазылады. Берілген натурал сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табу үшін біз сандарды жай көбейткіштерге жіктеп аламыз. Екінші, әрқайсысына да тиісті жай көбейткіштерді алып, оларды көбейту керек. Берілген сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші сол сандардың жіктелуіндегі ортақ жай көбейткіштердің көбейтіндісіне тең. Мысалы, 48 және 36 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін табу керек болсын. Ол үшін 48 және 36 сандарын жай көбейткіштерге жіктеп алайық. 48 санын жай көбейткіштерге жіктейтін болсақ, 48 саны жұп сан болғандықтан 2-ге бөлуден бастаймыз. Яғни 48-ді 2-ге бөлеміз 24, 24 2-ге бөлеміз 12, 12-ні 2-ге бөлеміз 6, 6-ны 2-ге бөлеміз 3, 3-ні 3-ге бөлеміз 1. Дәл осы сияқты 36 санын жай көбейткіштерге жіктейміз. 36 санын 2-ге бөлеміз 18, 18-ді 2-ге бөлеміз 9, 9-ды 3-ге бөлеміз 3, 3-ті 3-ге бөлеміз 1. 48 және 36 сандарының ортақ бөлгіші сандардың жіктелуіндегі ортақ жай көбейткіштердің көбейтіндісіне тең. Яғни ортақ көбейткіштер бізде 2 көбейту 2 көбейту 3 тең 12.
48 және 36 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіш онда 12 саны болады екен. Берілген натурал сандардың әр қайсысына еселік болатын ең кіші натурал санды сол сандардың ең кіші ортақ еселігі деп атайды. 2 және одан көп сандардың ең кіші ортақ еселігі қысқаша 2 ОЕ деп жазылады. Берілген натурал сандардың ең кіші ортақ еселігін табу үшін бірінші, берілген натурал сандар жай көбейткіштерге жіктеу керек. Екінші, натурал сандардың ең үлкенінің жай көбейткіштерін жазу керек. Үшінші, оны бұл санның жіктелуінде жоқ, бірақ басқа санның жіктелуінде бар жай көбейткіштермен толықтыру керек. Шыққан көбейткіштердің көбейтіндісінің мәнін табу керек. Мысал қарастыратын болсақ, 12 және 18 сандарының ең кіші ортақ еселігін табу керек болсын. Яғни 12 санын жай көбейткіштерге жіктейміз. 12 жұпсан болғандықтан 2-ге бөлеміз, 6 2-ге бөлеміз, 3 3-ге бөлеміз, 1. Келесі 18 сан жай көбейткіштерге жіктейміз. Тағы да 18 сан жұпсан болғандықтан 2-ге бөлеміз. 18-ді 2-ге бөлгенде 9, 9 3-ге бөлеміз, 3 3-ге бөлеміз, 1. Енді осы сандардың ең кіші ортақ еселігін табу үшін біз осы сандардың ең үлкенінің жай көбейткіштерін жазып аламыз. Бізде үлкен сан 18 саны болғандықтан, оның жай көбейткіштерге жіктелуі 2 көбейту 3 сандарынан тұрады. Енді осы санды бұл санның жіктелуінде жоқ, бірақ 12 санның жіктелуінде бар 2 деген көбейткішпен толықтырамыз. Сонда бізде ең кіші ортақ еселік 12 және 18 сандарының 36-ға тең болады екен. Осы өтілген тақырыптар бойынша мынадай тапсырмаларды орындап көрелік. Келесі кезекте берілген сандардың ең кіші ортақ еселігін табу тапсырмаларын орындап көрелік. Ең үлкен ортақ бөлгіш және ең кіші ортақ еселік қолданып мәтін есептер шығару тақырыбы да толық ақпарат алу үшін бейнежазбаға назар аударалық. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырыпқа байланысты айтайын. Ең үлкен ортақ бөлгіш және ең кіші ортақ еселікті қолданып мәтін есептер шығару. Кейбір мәтін есептерді шешкенде ең үлкен ортақ бөлгішті және ең кіші ортақ еселіктерді табу арқылы есептеу қолайлы болады. Ең үлкен ортақ бөлгіш А және Б. Мен ең кіші ортақ еселік А және Б. Мәндері берілсе, онда және Б бүтін сандарының көбейтіндісін есептей аламыз. А көбейтілген тең ең үлкен ортақ бөлгіш А. Б ең кіші ортақ еселік А. Б берілген формуланы түрлендіріп, ең үлкен ортақ бөлгіш және ең кіші ортақ еселік арасындағы байланыс формулаларын аламыз. Олай болса, осы тақырыптарға арналған бекіту тапсырмаларын орындап көрелік. Бірінші тапсырма. Қалампыр гүлінен дайындалған барлық гүл шоқтарында 28 гүл бар. Жасмин гүлінен дайындалған барлық гүл шоқтарында 35 гүл бар. Егер гүл шоқтарының әрқайсысындағы гүлдер саны бірдей болса, әрбір гүл шоғында неше гүл бар? Қалампыр гүлінен неше гүл шоғы дайындалды? Жасмин гүлінен ше. Шешуі: берілген сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз. Яғни 28 санын жай көбейткіштерге жіктейміз. 28 саны 2, 2 және 7 сандарын көбейтіндісін береді. 35 саны 5 және 7 сандарының көбейтіндісінен тұрады. Олай болса, ең үлкен ортақ бөлгіш 28 және 35 сандарынікі 7-ге тең. Олай болса, есебіміздің жауабы: әрбір гүл шоғында 7 гүл бар. Қалампыр гүлінен 4 гүл шоғы, жасмин гүлінен 5 гүл шоғы дайындалды. Екінші тапсырма. Демеуші жас кәсіпкер балаларды қорғау күніне арнап әр сыныпқа 48 электронды скутер, 72 ойын құралдарын және 120 шахмат тақтасын сатып алды. Ойыншықтардан әр сыныпқа бірдей етіп неше жиынтық әзірлеуге болатынын тап.
ойыншықтар жиынтығы қанша сыныпқа берілді? Әрине, бұл тапсырмада да берілген сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз. 48 санын жай көбейткіштерге жіктелік. 48 саны жұп сан болғандықтан біз оны 2 санына бөлеміз. 24, 24-ті 2-ге бөлеміз. 12, 12-ні 2-ге бөлеміз. 6, 6-ны 2-ге бөлеміз. 3, 3-ті 3-ге бөлеміз. 1. 72 санын жай көбейткіштерге жіктелік. Тағы да 72 санын жұп сан болғандықтан 2-ге бөлеміз. 36, 36-ны 2-ге бөлеміз. 18, 18-ді 2-ге бөлеміз. 9, 9-ды 3-ге бөлеміз. 3, 3-ті 3-ге бөлеміз. 1. 120 санында жай көбейткіштерге жіктейміз. Яғни 2-ге бөлеміз 60, 2-ге 60-ды 2-ге бөлеміз 30, 30-ды 2-ге бөлеміз 15, 15-ті 3-ге бөлеміз 5, 5-ті 5-ге бөлеміз 1. Берілген сандардың ортақ жай көбейткіштерінің көбейтіндісін табатын болдық. Біз осы сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз. Олай болса, 48, 72 және 120 сандарының ортақ бөлгіші ол бізде 24 саны. Әр сыныпқа 72-ні 24-ке бөлетін болсақ, 3 ойын құралдары, 48 24-ке бөлеміз 2 электрон скутер, 120-ні 24-ке бөлетін болсақ, 5 шахмат тақтасын алынған. Жауабы барлығы 24 жиынтық, әр жиынтықта 5 шахмат тақтасы, 2 электрон скутер, 3 ойын құралдары бар. Үшінші тапсырма. Суреттегі тістегергіштердің біріншісінің 54-тісі, екіншісінің 90-тісі бар. Тістегергіштердің қозғалысқа дейінгі жанасып тұратын тістері белгіленген. Бірінші тістегергіш неше айналым жасағанда белгіленген тістер алғашқы қалпына келеді. 54 саны жұп сан, оны 2 санына бөлеміз 27, 27-ні 3-ке бөлеміз 9, 9-ті 3-ке бөлеміз 3, 3-ті 3-ке бөлеміз 1. 90 санын жіктеліміз. 90 жұп сан, тағы да 2 санына бөлеміз 45, 45-ті 3-ке бөлеміз 15, 15-ті 3-ке бөлеміз 5, 5-ті 5-ке бөлеміз 1. Сонда 54 және 90 сандардың ең кіші ортақ еселігі ол бізде 270 саны. Енді айналым санын табу үшін ең кіші ортақ еселікті, яғни 270 санын бірінші 54 тіске бөлеміз. Сонда бізде 5 айналым жасалғанда белгіленген тістері алғашқы қалпына келеді екен. Төртінші тапсырманы орындау үшін ең үлкен ортақ бөлгіш және ең кіші ортақ еселік арасындағы байланыс формулаларын қолданып тапсырманы орындаймыз. Енді мен сіздердің назарларыңызға өздеріңіз орындап шешімін табуға арналған бірінші және екінші тапсырманы ұсынып отырмын. Сәттілік сіздерге. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.